Жаңаөзен қаласында ашық есік күндерін өткізіп жатып, ұйымдастырып, бұл жаңа кеше Ақтау қаласында бастауын алған, бүгін жалғасы Жаңаөзен қаласында. Осылай енді жоспар бойынша барлық аудан орталықтарында өткізеді деп жоспарланып отыр. Бұл енді облыс әкімінің тікелей тапсырмасымен ұйымдастырылып жатырған шара. Кездесуден көріп отырғанымыз өте нәтижелі, жақсы, халықтың бүгінге толғандырып отырған мәселесі көп екенін көрсетіп отыр. Жалпы келген халық 100-ден аса адам бізге хабарласып отыр. Бірақ біздер өзімізге мына кәсіпкерлікке байланысты оларды тізіп жазылып отыр. Бүгінге осы кәсіпкерлік саласына байланысты 50-ге жақын ұсыныстар, сосын сұрақтар келіп түсіп отыр. Соның ішінде жер мәселесі, кредит алу мәселелері осылай толғандырып отқанын көріп отыр. Соның бірін жаңағы осы жерде шешуге мүмкіндік алып отыр. Олар жаңағы кредит аламыз деген азаматтардың залогтары бар адамдарды осы Нұр Капитал бағдарламасы арқылы алуға болатынын біздер сілтеме жасап көрсеттік.